Бүгінгі күннің болғанын қатты күттім. 2 апталық түсіріліміміздің соңғы күні. Менің сахнамда түсіп болды жаңа. Аллаға сан шүкір. Осындай эмоция. Рахмет баршаңызға. Құрметті достар, көңілім қатты босап тұр. Осы күнге жеткеніме қатты уайымдадым. Адамның істеген адамға сыйлады екен. Түсіріліміміздің бүгін соңғы күні. Бұл үстінде кетіп тұрған образым арнайы тігілген кино үшін парик. Аллаға сансыз шүкір. Баршаңызды премьерада күтеміз. Баршаңызды кинода күтеміз. Барша тілек жаудырып, жақсы лебіздерін жазып жатқан жандарға алғыс білдіремін. Сіздердің қолдаған сөздеріңіз мені қанаттандырып отыр. Маған күш беріп жатыр. Бүгін таңнан бері осындай көңіл күймен жүрмін. Кеш жарық баршаңызға 2 апта бойы кино съемкасы болып, бүгін соңғы күн. Эмоцияға толы күн болды. Бүгін бір съемка біте салсын мен бір не жазғам ғой. Эмоциямен видео түсіргем ғой. И оны сақтап қойыппын да, асықпай сториске салам деп ұмытып кетіппін. Енді оны қарасам қазір өзім ұялып тұрып, салайын ба, салмайын ба. Жазып жатқан лебіздеріңізге рахмет. Жазып жатқан тілектеріңізге рахмет. Жауап беріп үлгермей жатсам кешірім сұраймын. Бәріңізге жауап беруге шыдайым деп бұнға тырсам. Шаршап тұрмын негізі 2 апта. Таңғы 6:30-да тұрамыз, түнгі 12-ге дейін. В общем, шабыс-жұмыс, съемкамен жүрміз. Қазір сторис салайын ба, салмайын ба? Айтыңыз. Ай, добрый. Негіз бар ғой. Мен бүгін көңілім түсінсіз болып отыр. Өте қатты түсінсіз болып отыр. Қатты қуанғаннан түрлі ішім алай тілей болып отыр. Сосын айтып беремін не үшін екен. Жұлдыз мені кофемен көңілімді көтергісі келіп отыр. Біздек макияж қайда? Далада. Қараңыздар, қандай көрініс. Біздің команда барлығы жиналып тұр. Дәл осы жерде. Осы автобустың бола ма? В общем, съемка болайын деп отыр. Кино әлемі өзі бір қыжығы мен шыжығы көп әлем. Керемет. Рахмет. Мен сіздер жақсы көремін. Көргенмен қашты. Аман. Ой жан, қалайсың? Аман жоқ па? Ақерке ханым. Итак, если он сейчас нас слышит. Итак, Аман. Аман есен өткіздік. Жүргізушілік қызметін атқардық. Аяқтарыңыздар. В общем, Ауди автосалонында өтті. Ерекше әдемі болды. Гук, әмин. Гуканың ұйымдастыруымен өткен кезекті жоба құтты болсын. Давай. Асуларды аса бер. Давай. Әмин, рахмет. Қазір кезекпен кезек рет-ретімен стористермен бөлсем. Әдемі қыз. Жұлдыз. Екеуміздің сторисіміз сағынғандар бар. Тут не одна Жұлдыз, тут их 2. Ай, бай! Не дейді құдайым. Біреуі Алланың о бастан есімін бұйыртқан Жұлдыз дейсің ғой. Қалай жұмыс барысы? Күшті, просто уже 10-ші күн ба, 9-ші күн. Кайф болып отыр. Мы кайфуем от этой работы. Аллаға сан шүкір. Біз не көрмедік екеуміз. Сол күндерді ойласақ бар ғой. Ой. Уайымға толы сәттер. Осыны ойлап отырмыз ғой. Қалай соның барлығын жұмыстарды қорықпай. Еще Мөлдірхан вообще ұйықтамайды. Мен ұйықтаймын ғой мен. Таксиде, самолетта Мөлдірхан вообще ұйықтамайды ғой. Ұйықтамаймын, я. Уайымдаймын.
Достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Бізде әдеттегідей түсірілім. Барлық фотосессияларымның фотографы Диночка Жансыл. Дәл осы Happy Room'да біз кино кадрларын түсіріп алдық. Бұйырса, мінекей, мына біздің фотоларымыз тұр. Шай в большом городе киносынан тамашалайтын боласыздар. Дина, үлкен рахмет, алғыс білдіреміз. Мықты өзі, сондай скромный, үндемейді, сабырлы қыз. Қолынан келетін дүниелері ойбой ғой енді, айта алмаймын. Күшті. Вахид мырза, қалайсыз? Жақсы. Бәрі жақсы ма, көңіл күй? Керемет. Күнде бір кішкене көңілсіз жүретін едіңіз бүгін? Тамаша. Ой, тамаша. 20 ноябрь. Аха. Чай в большом городе. Басты рөлде бұл кісі. Осындай процесс. Топ, мына жерде байқап қояш, я ұшық шығып кетті, прикинь. Енді әр өлең айтқанда Жиргенов айтасың. Әремізді қансын бәрі деген кейін. Саған ұшық шықпағанда маған ұшық шыға ма? Жиргенбей айту керек қой, өзің өлең ғой, қайт Жиргенов айтасың. Оны қайдан шығардың? Мен бәрі айтып отыр, Жиргенов айтады деп отыр. Содан шыққан ғой мынау. Кинодан Жиргенов қама. Ресми түрде ажырастыңыздар ма? Ол басқа ештеңе сұрағым келіп тұрған жоқ. Жоқ, мен ешқандай ол сұраққа жауап бермеймін деп шештім. Иә, өйткені көпке түсінікті болу үшін осы жерде нүктені қойған дұрыс. Өйткені анау былай айтады, мынау былай айтады, мөлдір не істеп жүр? Бәрі жақсы. Еш алаңдамаңыздар. Осы сұраққа жауабым бізде бәрі жақсы. Адамбыз ғой, ет пен сүйектен жаралған, барлығымыз бірдей пенде, бірдей адамбыз, барлығымыз бірдей жаратылғанбыз. Менің өмірде күліп, жарқырап жүргенімнің барлығы ол ішіндегі дүниемен сай, толықтай сай деп айтпаймын. Қазір кез келген сұраққа жауап бере аламын, кез келген нәрсені қабылдадым. Солай өмір сүрген жеңілдік екеніне енді ғана көзім жетті. Қазір халықтан жасыратын ештеңе қалмады, сөзін шыны керек. Отбасымызда отқан жағдайды кішкене бір жігітіміздің абыройы үшін деп кішкене бір сабырлық сақтап келіп едік, халықтың арасына шығып кетті. Мөлдірге жаман нәрсе жаза бермеңіздерші, күйініп кетуі мүмкін. Қыз баласын қазақ атам айтады ғой, қыз балаға тимеңдер дейді. Қыз баланы қолдаңдар дейді. Ал сендер аласыңдар да жаңағы өткендегі маған жазғандарың өте береді мал деп. Бұл кісі ондай жазбаңдар. Болмайды. Қызды қолдасаңдар, бұл творчествоға келіп жатыр. Тәй-тәй басып шала береміз, айналып келіп шала береміз. Мінекей.